Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 95 сабақ сын есім. Сендермен бірге Майра апай бүгінгі 95 сабақтың тапсырмаларын орындап көмектесетін боламын. Балалар, сабақты бастамастан бұрын сын есім туралы еске түсіріп алайық. Заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Олар қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Мысалы, әдемі қандай, тәтті қандай, жақсы қандай, қызыл қандай. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі тапсырманы орындауды бастайық. 45-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Мен ол ағашты көрмегелі 10 шақты жылдай болыпты. Жаяу баралық, қасиетті ағаш қой, деді Жамбыл ата. Ағашқа жақындағанда шошып қалды. Біреу балтамен ағашты сарт-сұрт шауып жатыр. Ей, тоқта, сен өзі дені сау адамбысың, ағашқа неге балта шабасың? Жамбыл ата екенсіз ғой, кешіріңіз, мен бір бұтағын кесіп жатыр едім, деді жігіт. Жамбыл ата: ал жігітім, жөніңді айтшы, бұл Сүйінбай атаңның еккен ағаш екенін білемісің, деді. Білемін, жәке, біз ауылымыз болып, бұл мәуел ағашты қасиет тұтамыз. Қураған бұтағын кесіп тастаймыз. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесінде дем аламыз, деді жігіт. Мұхамеджан Итекбаев. Балалар, бүгінгі біз орындалатын тапсырмаларымыз осы мәтінге байланысты болады. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Жамбыл ата ағашты көрмегелі қанша жыл болды? Ағашқа жақындай бастағанда қандай жағдайды көрді? Ағашты кім еккен екен? Ағаштың бұтасын не үшін кесіп жатыр? Балалар, осы сияқты да бірнеше сұрақтарды құрастырып бір-бірлеріңе қойсаңдар болады. Келесі тапсырма: мәтінде аты аталған адамдар туралы не білесің? Мәтінде Сүйінбай атаның, Жамбыл атаның аттары аталды. Сүйінбай Аронұлы ұлы қазақ ақыны және айтыс аңызы. Жамбыл Жабаев кеңестік және қазақ халық ақыны, айтыскер және жыршы. Келесі тапсырмада Жамбыл Жабаев туралы толық ақпарат береміз. Жамбыл Жабаев 1846-1945 жылдар аралығында өмір сүрді. Кеңестік және қазақ халық ақыны, айтыскер және жыршы. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен-ақ таныла бастады. Ол бозбала шағының өзінде-ақ өскен ортасын ән мен жырға кенелтіп, тіптен көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылып үлгерген. Осы кезде өрттей жалындап, жұрт аузына іліккен жас Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолыққан. Оның арқалы өнеріне құныға ден қойып батасын алды. Жамбыл әрі эпик, әрі айтыс ақыны, абыз жырау, әрі жауынгер жыршы. Ол шын мағынасындағы биік парасатты өнерпаз. Азаматтың саяси поэзияның қалыптастырушы. Оның сөздері ұранға айналып, өзі халық поэзиясының атасы аталды. Келесі тапсырмада Сүйінбай туралы дереккөздермен ақпарат жина. Сүйінбай Аронұлы 1815 жылы қазіргі Алматы облысы Қарақастек ауылында дүниеге келген. Талантты ұлы қазақ ақыны және айтыс аңызы. Ақын 1898 жылы туған жері Қарақастек ауылында дүниеден өтті. Сүйінбай шапырашты ұлы жүздің ішіндегі Екей руынан шыққан. Сүйінбай жасынан жыраулығымен елге танылған. Атақты Жамбыл ақын менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай деп оны пір тұтып, ұстазы ретінде санаған. Балалар, байқадыңдар ма? Біз Жамбыл ата туралы дереккөздерде де, Сүйінбай ата туралы дереккөздерде байқағанымыз, Сүйінбай атамыз Жамбыл атаның ұстазы болған екен. Келесі тапсырмада мәтіндегі сын есімдерді тап, сұрақ қой. Біз мәтінді оқу барысында балалар қасиетті, мәуелі, ыстық деген сын есімдерді кездестірдік. Олар қандай деген сұраққа жауап береді. 46-шы жаттығу: мәтінді көркем жаз. Балалар, берілген мәтінді дәптерлеріңе көркем көшіріп жазып алыңдар. Бұл мәтінде сын есімдерді тауып асынсыз. Сүйінбай Аронұлы ақиық айтыс ақыны, жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар Әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Балалар, бұл мәтінде ақиық қандай? Алтын діңгегі қандай діңгегі? Яғни ақиық, алтын сын есімдер болып тұр. Ақиық және алтын сөздерінің асын сызып шығамыз. Балалар, сонымен қатар бұл жерде сендер бұрын соңды естімеген ақиық, діңгек сөздерін
түсіндіріп кетейін. Ақиық, ақын, асып тұрған дарын иесі деген мағынаны білдіреді. Ал діңгек жерге қазып орнатқан бағана, тіреу, таянғыш деген мағынаны білдіреді. Келесі тапсырма өтейік. 47-ші тапсырма. Мәтінді оқы, ат қой. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Анадайда ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Балалар өздерің байқап тұрғандай, тоғайдың ішіндегі жағдайларды сипаттап беріп тұр, яғни біз мәтінге тоғай іші деген ат қойсақ болады. Келесі сұрақ, бұл мәтіннің қай түріне жатады? Балалар жаңа ғана айттық, бұл тоғай ішіндегі жағдайларды сипаттап тұрғаннан соң, бұл мәтіннің сипаттау түріне жатады деп жауап берсек болады. Мәтіннен сын есімдерді тап, олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Мәтінде аласа, жұпар, сұр, көк, ала, көңілді деген сын есімдер жазылған. Яғни бұл жұпар иіс қандай иіс? Яғни ағаштың, өсімдіктердің жұпар иіс аңқып тұрғанын сипаттап тұр. Қандай иіс? Жұпар иіс. Яғни бұталардың аласа екенін сипаттап тұр. Қандай бұталардың? Аласа бұталардың. Яғни торғайдың, шымшықтың түрлерін, түстерін сипаттап тұр. Қандай торғай? Сұр торғай. Қандай шымшық? Көк шымшық. Қандай қанат? Ала қанат. Балалар, осымен біз келесі 47-ші жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығуға көшеміз. Шығармашылық үзіліс. 48-ші жаттығуда балалар пішіндерге сәйкес әріптерді қойып оқы. Осы сөзді сын есімдерді пайдаланып сипатта. Әр пішінге сәйкес келетін әріптерді қойып біріктіріп шықсақ, балалар, тор көздің ішінде алатау деген сөз шықты. Балалар, біз осы алатау сөзіне әртүрлі сын есімдерді пайдаланып сипаттап көрейік. Алатау биік шыңдардан тұрады. Жазда көк, жасыл өсімдіктермен, қыста аппақ қарымен ерекшеленеді. Жазы ыстық, қысы суық. Балалар, өздерің байқағандай, қара түспен ерекшелеп қойған сын есімдерді пайдаланып біз алатауды сипаттадық. Балалар, бүгінгі тапсырма осымен аяқталды. Сендерге түсінікті болды ма, балалар? Олай болса, келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Сендерге бүгінгі тапсырмалар ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Сау болыңдар, балалар.